Кез келген үйден табылатын кір сабынның пайдасы орасан зор екенін көпшілік біле бермейді. Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланамыз. Жалпы кір сабынның адам денсаулығына пайдасы қандай? Оның емдік қасиеті қандай, ауруларға шипа бар ма деген сұрақтарға жауап беріп көрелік. Мәселен, адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқағы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп жанымызды ауыртамыз ғой. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сырғып шығып кетеді. Тағы да кір сабынның бір пайдасы, егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда шашыңызды кір сабынмен жуғаныңыз абзал. Су сабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Шаш түсе бастағанда осы тәсілді қолдансаңыз да болады. Моншаға түсуден ататындарға кеңес: буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалады. Сулы беторамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минут күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығатыны рас. Дәрі-дәрмектен, улы заттардан абайсызда уланғанда немесе сәбилер металл заттарды жұтып қойғанда аздап сабын суын ішкізіп, ауруханаға жеткізуден бұрын шұғыл алдын алу шарасын жүргізуге болады. Оны қолдануда көңіл бөлетін нәрсе, әсте көп мөлшерде ішкізіп жіберуге болмайды. Таза сабынды жұқа етіп турап, қайнаған жылы суға ертіп, сосын ересек адамдарға 300-500 мм, ал балаларға 120 мм ішкізсеңіз, улы зат құсықпен бірге түседі. Бұл арқылы металл заттарды асқазанды зақымдаудан сақтап тұруға болады. Ит қауып алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісіне малынған дәркемді бассаңыз, тез жазылып әрі қан тоқтауына әсер етеді. Құлап қалған жағдайда соққы тиген жерге дереу кір сабынды жағыңыз, ол көгеруден сақтайды. Құрметті ғажайып арнасының көрермендері, кір сабынның бұндай ғажабын біліп жүру ешкімге артық болмас деп есептедік. Сау саламатта болыңыздар.